Мен енді кішкене ашуым тарқап, кішкене ойланып отырмын да. Қазір жаңа енді 100% деп айта салайын. Бәрі сенікі күткенің деп былай әңгіме айтып жатыр да. Былай қарасақ, менің келгенім кеше бір күтіп отқанмен жоқ, ол да келетін шығар деген сияқты. Негізі жақсы сөйлесулер ақ болған еді, білмеймін. Ортақ шешіммен айтқанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын да. Осы күнге дейін қаншама адамның мыжың әңгімелерінде тыңдап отырдым ғой. Тәуіржан туралы айтып жатсыз? Иә, Тәуіржан туралы айтып жатырмын. Осы күнге дейін қаншама жігіттердің мыжың әңгімелерін естіп, тыңдап, мүмкіндік беріп отырдым ғой. Тәуіржан олардан 1000 есе жақсырақ деп айта аламын. Сөзінде тұра алатын жігіт. Сондықтан келіп, ортақ шешіммен бірге осы жерде айтса, халықтың алдында басталған. Яғни қарым-қатынас тоқтамайды, таныстық жалғасады. Өзі келгеннен кейін ортақ шешіммен мүмкін тоқтап қалар. Мүмкін жалғасып кетер, бірақ не болса да ортақ шешіммен болсын деп тұрсыз. Не болса да екеуміз бірге отырып шешейік деп айтты. Жақсы, өте дұрыс шешім. Қолдаймыз. Енді қайта бір жағынан, Зарина, осындайға ризамын, осындайыңызға басылып, ашуыңызды басқаннан кейін, бір жағынан бір қызбалықпен айтып қалған сияқтысыз жаңа эфирде. Жоқ, мен тоқтатамын деп айтқан жоқпын ғой дегенге келтіріп қалдыңыз ғой, бірақ ойланып, қайта айтып жатқаныңыз дұрыс сияқты. Бұл шешіміңіз де дұрыс деп ойлаймын, Тәуіржан көріп отырса, қуанып қалған шығар. Енді, құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Елдар мен Іңкәрдің таныстығы қалай болып жатыр, бірге білетін боламыз. Айтасыз, Нұржан. Айдана қош келдіңіз, дауысыңыз өте керемет екен. Жаңа сіз неге Айбат деген кезде түсінбей қалдым да, маған жасы тура келетін осы кісі ғана деп айттыңыз ба? Иә. Бұл кісімен түйдей құрдас, міне екі жігіт отыр, Бүжай ағамыз отыр, міне Барыс мырза отыр. Жоқ, тек ол себеп емес қой. Еще түрі де. Иә, соң кішкене түсінбей қалдым да, енді менің сұрағым сізге. Сіз әншісіз ғой, менің білуімше сіз тойда өлең айтасыз, иә? Тойда өлең айтасыз ба сіз? Жоқ әлі. Жоқ, әлі енді планда бар. Енді Айбатқа сұрақ. Сізге әйел адам үйде отыру керек па, или тойға шығып өзінің табысын тапқан дұрыс ба? Менің ұғым бойынша, менің қағидам бойынша былай. Әйел адам жұмыс жасайды. Менің болашақ жарым қандай кәсіп болса да. Бірақ той емес, арбанда біреудің алдында билеу емес. Болды. Басқасы барлығын істей берсін. Тек қана ол. Бауырсахан. Мына жерде жаңа мен біздің эфир басталардың алдында Жансаяға әзілдесіп жатыр еді, Айбат мырза ше, подсвет киініп алыппыз, барный киім киіп алғанбыз деп. Енді мен осы нәрсеге, осы әңгімеге тереңірек үңіле кеткенде, Жансая өткенде Таразға үйіне барып келді ғой, содан кейін келген кезде, біз ас ішіп отқан кезде Жансаядан айтылған мындай әңгіме бар да, маған үйдегілер Айбатпен қосыл деп жатыр, Айбатқа өзің әрекет жасап көрсең қалай болады деп. Және де жаңа үміткер Айбатқа келді деген кезде Жансаяның түрін қарасаңыздар, мына күліп отыр да, өтіргенді мен білмеймін. Жаңа түрі бұзылып кәдімгідей. Енді не істерін білмей қалған сияқты болды. Мен Жансаядан сұрағым келіп тұр. Сен сәл үміткердің келгеніне ренжіп отырсың ба? Мәссаған, Жансая. Күлкім кетті просто. Баласахан мен негізі андай қалжың ретінде көп айтам ғой. Оразғалимен жақсы араласып кеттім да соңғы кезде. Өткенде қалай Таразға барып келдің деді, сол мен айтқан болатынмын осындай деген сияқты. Әңгіменің арасында әңгіме шығып кетті мынандай. Мен негізі 3 күнге Таразға барып қайттым. Сол кезде менің әпкелерім, анам бәрі айтқан болатын. Айбат бір әйбат жігіт қой депші. Салмақты өзің күшті ұстайды деген сияқты. Сол жігітпен танысып көрші деп қойма ғой айтым. Менің өзім талаптарым бар, Айбаттың өзінің талаптары бар. Енді оны әңгімен доғарында Айбаттың талаптарына келетін болсақ, Айбат мырзаның да бір сторисін байқап қойған болатынбыз. Қайғы сұлу деп оқырмандар сұрақ қойған кезде Жансая деп жауап бергені бар еді. Тек қана мен емес, Жансая, Аида, оның ішінде бар ғой енді ондай әңгіме. Ішінде сенің атың бар, содан кейін сұрап жатырмын. Қызық екен. Енді үміткер келген кезде мұндай әңгіме ыңғайсыздау, кейінірек айтарсыздар. Енді Ринат жақсы айта қойыңызшы. Қош келдіңіз, Айдана. Рахмет. Аузыңыз өте керемет екен. Мен просто сұрақ Айбатқа ғой. Айбат, жаңа кімнің Айдананың бір сөзі ана бачата билеймін дейді ғой. Бачата. Бачата шығар. Бачата би деген андай ғой енді. Ер адамдар деген андай. Жақын билейді ғой мысалға. Соған көзқарасы қандай деп сұрайын деп едім ғой. Негізі бұралаңдап жақсы билейтін қыздар ұнайды. Әрине. Ол бірақ бидің де өзінің өнері болады, көрсететін жері болады. Мен енді тойда емес, бір қоғамның ортасында емес, маған билеп берсе, мен үшін билеп берсе, ол бір бөлек та. Өйткені біз екеуміздің арамыздағы ол махаббат қой енді. Дұрыс, мен де билеп берейін керек болса деген сияқты ғой. Жақсы енді. Бүгін таныстық жалғасып жатса, ертең бачата ма, басқасын көрерміз де. Бәлкім. Таныстық жалғасып, сырласуға барасыздар ма? Сырласуға барып келейік.
Жақсы, шығарып салайық сіздерді. Жолың болсын, Айболат. Ой, иә, таныстық енді Айбатқа да